Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам bir hadis айтады: "Шай'ан ла яжтамиан фи байтин ал-гина ва зина." Екі нәрсе bir үйде ешқашан бірге болмайды. Байлық менен зынақорлық дейді. Қайсы үйде байлық болса, ал үйде зынақорлық болмайды. Қайсы үйде зынақорлық болса, ал үйде байлық болмайды деген. Лұқман Хаким баласына насихат қылып айтып тұр: "Балам, екі нәрсені айтайын, ешқашан есіңден шығарма. Жаратқан Аллаңды, жана өлімді" деген екен. Екі нәрсені дайыма есіңнен шығарғанға әрекет қыл. Ал біріншісі біреуге қылған жақсылығыңды есіңден шығар, екіншісі біреу саңа жамандық қылса, аны дағы есіңден шығар қой деп. Халифа Мансур балдарына айтқан екен: "Балдарым, сіздер менен екі нәрсені алғыла" дептір. Біріншісі, ойланбастан сөйлебе. Екіншісі, плансыз еш амал, иш қылба дептір. Демек, сөйлесеңер сөзсіз ойланып сөйле, ойнап сөйлесең дағы ойланып сөйле деп бекер ата-бабаларыбыздан жақсы сөз қалған емес. Екіншісі, бір иш қылардан алдын тәдбир, сөзсіз аған пландап, аны мындай алдын ала мақсатты қойып, анан иш қыл деген екен. Жаратқан Алла Тағала барыбызға сөздерге амал қылғанға жардам берсін.